Біріншісі, еркек адам бағана бірінші айттым, кіріспесін көп мәселеге. Естісеңіз, естімегендей болыңыз. Егер әділетсіздік болмаса, әділетсіздік болып тұрса, онда айтыңыз. Екіншісі, еркек адам үсті басыңыздар дұрыс салып жүріңіздер. Келіннен құрмет көргің келе ма, мына шорти-морти дегенді қысқартыңыздар. Майкемен отырып, ертеңгі заптырық іше беру, одан кейін барып, мына кішкене майкеде денеңіздегі түктерін көрсету, мына кавказский жүндер бар кейбіреулер. Соны бүйтіп тарап қоятындар, бүйтіп шығарып қоятындар. Бұл сақал ма екен шығарып қоятын. Бұл келін бұндай нәрсені көрмесін бауырлар. Ақсақалдар, ағалар. Үшіншісі, боғауыз айтпаңыз. Боғауыз атаның қолынан шықпасын. Кімге болса оған болсын. Және төртіншісі, отбасылық, семейный мәселелеріңізді өздеріңіз қараңыздар, бөтен біреуді кірістірмеңіздер. А біз бөтен дегенде кімді есептейміз? Келінді есептейміз. Бірнеше айтқымыз келсе, күтіп тұрамыз, келін шығып кеткеннен кейін сыбырлап айтамыз. Оның локаторы жынды істейді, ана жақтан ұстап тұрады бәрін. А ол сен оған қатысы жоқ әңгіменің. Сізде осы жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сізге хадисі келеді. Жанаб Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям не айтты? Үшеу тұрсаңдар деді. Екеуің не істеді? Сыбырлап сөйлеспеңдер. Екеуінің айтатын темасы басқа тема. Бірақ мынау жаман ойлайды екенде, мені жамандап жатыр деп ойлайды. Көрдіңіз ба? Сондықтан келін семейный мәселе, келіннің ішіне қосып айта беріңіздер. Оны жауығып бөтенсінмеңіздер. Біз кетқанда балалар үйде зато енді кейбір секретный мәселе болады, әйеліңменен спальняға кіріп айтатын болсаң. Бірақ дастархан үстінде отырған кезде сыбырлап, мына көзбен биткенді қой көрек. Жыбырлатқанда. Оны көрген келін, кішкентай бала ертең осы барлықтарыңыздың басыңызда өткен. Жеңгелерімізге қалай сөйледіңіздер айтыңыздаршы. Жеңгеніңіз, осы отырған талайымыз жеңгеміздің аузын жауып тастағанбыз. Неге жеңгеге сөйледік біз? Өйткені біздің әке-шеше солай үйреткен бізге. Келін ешкім емес деп үйреткен. Жеңгелерім, ағамыздың әйеліне сіз деп сөйлейтін еркек мына жерде санаулысыздар. Бит санаулы. Қалғандары жеңге аузын жап, құл сияқты болады. Қайдан шықты сол мынандай балаға әңгіме? Өйткені үйдегілерден шықты, сол үлкендерден шықты. Ертең сенің қызыңа да сол болады асқар. Бұл бағана сөзім басын айттым, қайтып келетін күніне. Сөзімнің ең соңғысы мына нәрсемен аяқтайын деп тұр.